Ya dostlar, bugün көптен күткен жекпе-жектің куәсі болмақшымыз. Бәтекеннің дауы нағашымен жиеннің дау демекші. Бүгін нағашы жиеннің даудың басы Дайрабайдың жекпе-жегі жалғасын табайын деп жатыр. Достар, прикинь, қазір кімнің беті қан болады, кім жеңіске жетеді. Оны бірге көретін боламыз. Ендеше біз кеттік, достар. Naz қазақ болсаң атқа мінді шап. Naz қазақ болсаң атқа мінді шап. Ал достар, Қуаныш ағам жынданып кеткен сияқты, ол кісінің қазір дайындығы өте мықты. Кеттік, достар. Қуаныш мырза, ал жәркөкке сонша уақытты жынданып тұрсыз. Жәркөкті өретіңіз сонда? Жоқ, жәркөктің несі ғой? Дайындық қалай? Дайындық өзің өтіп тұрғандай. Мощно, сочно. Күшіміз алдында болды, достар, көрдіңіздер. Енді жәркөкке кеттік, достар, кеттік. Достар, Қуанышпен сұхбат алдық. Енді менің жан дегенде жалғыз тазағым жәркөктен дайындығын көрейік, кеттік. Жәркөк ағам, қалай болып жатыр? Ана кісі бүйтіп дайындалып қызу болады. Сіз неге спокойно тұрсыз? Адам ұрамайды. Адам ұрамайды, короче. Ал сіз полын сақадай сайсыз ғой. Бұйыртса, достар, кімнің қаны жерге төгіледі, кім жеңіске жетеді, қазір көретін боламыз. Қуанышты білесіздер, сөзге көп, бірақ іске арзандау болып жүр, бірақ жәркөк ағамыз, ол да қазір болады. Достар, Қуанышпен жәркөкке қарағанды кезде Қуаныштың екпіні аздау сияқты. Толығырақ сұрайық өзіне. Кеттік. Кездесіп келесі тұр барынша. Нұрсайға модерн болса, алдына агат бар. Сол алдына келіп тұрыңызды шеше. Бірақ дайындық қалай? Есік алдына месул жақ қойып жәркөкке. Прикинь, достар, скорыйда осында, пожарныйда осында. Не болар екен? Кімнің қаны төгілмек, кім скорыймен кетеді, кім жеңіспен үйіне кетеді. Қазір көретін боласыздар. Кеттік. Ал достар, скорый кімге келеді қазір білетін боламыз. Жәркөктің аяқ астына қойыңыз. Жәркөк, сізден бір сұрақ болсын. Алдында сұхбат айтқан болатыныз. Аяғым менің нашарлауды, осы аяқты енді не істейсіз бұл аяқ? Қазір аяқтан теуіп ол жеңіп кетуіме әбден мүмкін ғой. Қанша сол осыған сақ болу керек? Полный минус таптыңыз да Қуаныштың? Қандай жері минус? Полный минус па? Полный минус деп айтыма. Жалпы онда енді. Қатты ойбай аяғын сақтап ететін сапенің емес қой? Бұйырған болады ғой? Ол қатты емес сияқты жүрді. Оның өзі миыда бәрі минус болып жүрген сияқты. Отатын адам дейін да? Осыған отатын еді ғой? Сол сөз ғой? Лучше дайындалсын айтшы. Қуаныш дайындалмай айдаладағы скорыйға соғып, вообще шаруасымен жүр. Ал жәркөк болса, пысықтанып міне дайындалып жатыр, достар. Қазір көретін боламыз. Достар, Қуаныштың дайындығы міне. Қуаныш, братан, мынаны қолына неге байлап жатсың? Білмеймін, бәрі байлап отырсыз, байлап отырсың. Бұл кісінің алды бәрі байлайды ғой. Білмеймін, күн салқын болады шыққан. Жұрттан көрген жасап жатыр. Жәркөкте. Доппен алысып кеттіңіз? Жодан бұрда не болады? Дайындық қалай? Дайындық можешь байласын? Ана бұрдан ғалымды анаға несі жатыр? Орылып бірдеңелер істеп, ғалымды сөйтіп дайындалады. Доппен істеп жатсың бұрдан? Ол не? Ударға бақшы. Көп ұзақ жүрмейсіз ол. Бірден наколотқа жүрейін. Кішін кардиосы қойып. Екеуі де мықты дайындық үстінде. Ал достар, көптен күткен бой жалғасын таппақшы. Бүгін кімнің салмағы қандай екенін бәрін өлшейтін боламыз. Ең алғашқы болып Қуаныш Кеңес мырзаны шақырайын, достар. Қуаныш, братан, ал салмағыңызды өлшеңіз, қалай болар екен көретін боламыз. Телефон тұр қалтамда. Телефон тұр екен, қанша екен? Тобай, достар. 60. 88-де 60. 88-де 60. 88-де? Ал, келесі Жасұлан мырзан шақырайын, келіңіз. Кеше алты ама? 88. Ач бол. Екеуінікі бірдей ма, құдайым ау? 89 дейді, ойнап тұр. 88-де 89.
Шалдар бір сана 400 грамм. Сен 600 емеспін, 88-де. 88. 400 грамм. Көп. Достар, көргендеріңізде қуаныштың 88, Жәпөктікі 89. Менің ойымша, Жеңістің ауылы Жәпөкке қарата екен. Болмаса 400 грамм көп түсемін қазір. Жоқ, брат, ашып алмаңыз олай, нормально. Екінші. Ал кеттік. Оғашты қағылау примерно. Брат, олай қатты энергиямызды қаптырмай қой. Былай тіке бүйтіп тұрсаң жетеді сияқты. Ал достар, бүгін көптен күткен сәт, яғни нағашы мен жиеннің ортасындағы бой дәл қазір шешілмек. Мына рингтің сыртынан қараған кезде оңай болғанымен, ішіне кірген кезде өте суық екен. Бірақ рингтің суықтығы ма, әлде бөлменің суықтығы ма, мен білмедім. Бірақ мен қатып қалдым. Бірақ достар, көптен күткен бойды бастаймыз. Мен оң жақ қанаттан көптен күткен менің Жәпөк, яғни тазағам садақта қолы дірілдегенмен, әрине бүгінгі бойға сақадай саймын деп тұр. Бір баланың әкесі, бір жеңгемі жар болған Жасұлан Сапары. Достар, Жәпөктің өзгелді. Қалай, братан, дайындық қалай? Нормально ма? Болды, братан, дайындық нормально деп жатыр. Ал достар, келесі кезекте сол жақ қанаттан бойға емес әнге көп дайындалған, жақын арада Фалилейла деген әні шыққан. Қуаныш, бір сөз айтқан кезде келмесі қарсаңыздар, достар. Кет. Қуаныш, братан, қош келдің. Қолына қарасам, қолы қатты, братанның. Дайын сияқты. Алғаннан кейін оң жақ қанат және сол жақ қанат. Қош келіңіздер. Ал бірінші енді өзім осы рингтің авторы өзім болғаннан кейін, осы жекпе-жектің авторы болғаннан кейін бірінші көз қарастырасыздар. Жақындап тұрсаңыз, ал күлмейміз. Бір Қарсыласын бір түр екен бұл. Бір, екі, үш кетті. Кім көзін жұп қалады екен? Соны ойындан шығады. Кім көзін жұп? Сондай кім көзін жұп? Жұмау керек керек. Ойын бар осындай. Еш көзін жұпмау керек, достар. Мен ойындан шыққан ойындан көзін. Достар, таяқ жерге тасталды. Нағашы мен жиеннің жекпе-жегі басталды. Кетті жігіттер! Ал достар, көптен күткен бойды бастаймыз. Ендеше екі қарсыласы бір-біріне шақырайық. Ең алғашқы болып бір-бірімен көз қарастыру сәтте, достар. Кім жұп қояды? Сол. Ал достар жақсы. Ендеше көптен күткен бойды бастаймыз. Дайынсың ба? Дайынсың ба? Болды, екеуі дайын екен. Ал ендеше мынау саған жосик, мынау саған жосик. Достар, барлығы ойлады. Екі дос бір-бірімен қан-қан болып төбелеседі де. Бірақ шын мәніне келсек олай емес. Нағашы мен жиен PlayStation'нен жарысайын деп жатыр. Ендеше кеттік. Ал екеуміз неге бұлай барлығын ауыстырып жібердіңіздер PlayStation'ге? Солай ең басында ойындар көрген адамдар болса, біз PlayStation астам UFC-мен деп келіскен болатынбыз. Енді уәде ойыншы келісеміз қазір. Бір раунд тек, чисто бір раундқа төбелесеміз. 2 раунд дейін жоқ енді. Жеңсе кете береді раунд, Жоқ, короче, андай ғой. Бір бой төбелесеміз, жеңгенге дейін ғой. Бір бой. 3 раундта тұрады UFC-де. Бір раундтан кететін сияқты. Ал кеттік, достар. Көріп тұрсыздар, кім жеңеді екен, кім жеңіледі екен. Жеңістің көк туы кімнің ауласында желбірер екен. Кеттік, қараймыз. Қуаныш, братан, сен кімді алып жатсың? PlayStation'ның жанкүйері болып отырайық біз. Мен, өшім, Хабиб Нурмагомедов болатын, кішкене сақалым болғасын ұқсайын болды. Братан, көріп тұрсыздар, жақсыға жорытты. Қуаныш, братан, Хабиб сияқты жеңістің көк туын желбіртем деген ойда екен. Ал Жәпөк, братан, кімді алып тұр екен? Мен де сақал жоқ басын Гейджен алатын. Братан, Гейджен ме? Гей сияқты болып кететін
деген жоқ. Джастин Гейджи. Короче, мен Джастин Гейджи. Мына алып тұрған Джастин Гейджи. Братан, көріп тұрсыз да, Джастин гей мен гей болып кетпейтін шығар енді. Бүгін жеңеді деген ойдамыз Жәбіктен. Бастаймыз достар. Кеттік. Алдау енді ақтым. Сотасың ба? Стоп. Алдам. Ал достар, құдайым-ау, Хабиб пен Гейджи ме, гей ме, не қалай еді, соның бойы басылай деп жатыр, кім жеңер екен? PlayStation'де кімнің қолына жеңістің дәмі бұйырады екен? Көреміз, көріп тұрсыздар достар. Мен ондай қатырмаларды танымаймын, бірақ та екеуінің шабысы қатты. Көріп тұрсыздар. Олар да сені танымайды ғой. Хабиб алға! Кет достар, көріп тұрсыздар. Хабиб Гейджи'nin гейliği paylanır, ayağının soğuğa. Aynen görmüşsün. Dostlar. Жәбік уже құлап бастап жатыр. Гейджи'nin алға жеңіске деген ұмтылысы нашарлау болып тұр. Топ. Кет достар. Қалай болды? Ой, қырық! Қалай болды не болады? Қазір жеңістің алды кім? Қазір көреміз достар, аяғымен екеуі де қалсар емес. Гейджи. Мықты болды. Гейджи. Әзірге мен жатқан адам көрмеймін никогда. Кет. Хабиб пен Гейджи. Жанкүйерлерге жеңіс құрметті достар. Қара, дұрыстар. Мен мынау не көрдің бе? Өтіп кеттім. Так, әне. Мен рапорташы бірге. Ал достар, басында мен айттым қош жеңді деп жеңді. Қайттан бір гой давай. Қайттан. Ой, кетер давай бір гойға келістің бе? Атак әңкерді бірінші бойың бірінші раундында нокаут. Құрметті достар, құрметті активныйлар, сіздерге көп рахмет. Баршаңызға мың алыңыз. Достар, көрдіңіздер, жеңістің туымен айтқан болатын қуаныштың ауылында сияқты деп. Көрдіңіздер? Неге ауылда бәрді? Сіздің ауылда емес екен ғой, тоба. Гейджи'нің гейлігімен оталмай қалды. Ал Хабибтің сақалына сай мінезімен қуаныш ағам жеңді! Достар, көп рахмет, мінекей. Бірінші раунд. Жәпік не болған, мен тазағам ғой мені. Жәпік ағам, Гейджи. PlayStation'де жеңілсеңіз де, өмірде ешқашан ешкімнен жеңілмеңіз. Қанша деді. Жау кеткеннен қылышыңды боққа шап демекші, мынаны не көрғанын мен түсінбедім. Ал достар, Жәбік айдарының PlayStation'де жеңілсе де өмірде ешқашан жеңілмесін деген ниеттеміз. Бұйыртса, қуаныш, бұл соң емес, короче. Тағы да шақырам, и жеңіс менде болады, короче. Ал кеттік, жеңілгенің сөзі құрсын достар, бірақ бүгінгі бой осымен қуаныштың жеңісімен аяқталды. Қуаныш ағатайым жеңіске лайықтысың. Сіздермен бірге болған екі жақтың көңілін қалдырмайтын нервный жүргізуші. Я. Нағыз қазақ болсаң атқа мінді шап. Нағыз қазақ болсаң атқа мінді шап. Я достар, бүгінгі жекпе-жегіміз аяқталды. Жекпе-жектің басты демеушісі бірлік гипермаркеті жұлдызда орналасқан. Үйге не керек соның барлығы бірлікте достар. Бірлік гипермаркеті бәрі болады. Нормальный бірінші атарамызға сосын бірлік гипермаркетіне алғыс білдіреміз. Және де бізге осы Агат бокстан ұсынған өзімнің тренерім Батырға рахметімді айтамын. Және де бізге үлкен проекттермен PlayStation құрып берген кинотеатр Дом парақшасына үлкен алғысымызды білдіреміз. Бұл үлкен проекттермен үйлеріңізге арендаға алып кино көрсеңіздер болады. Құрметті достар, үйде кино көріңіздер, үйде үлкен PlayStation ойнаңыздар. Достар, біздің алғашқы YouTube жобамызды қолдаңыздар. Сілтемемен WhatsApp-пен ағайындар, құрдастар WhatsApp-тағы
барлық группаға таратыңыздар және лайк басып колокольчикті ұмытпаңыздар. Айтпақшы, ешқандай қиын емес, тегін комментарийді аямай толтырып отырып жазып кетіңіздер. Достар, біздің YouTube арнамызға міндетті түрде тіркеліңіздер. Және де келесі сайысымызда немен жарысу туралы сізде идея болса, астына комментарийға міндетті түрде қалдырып кетіңіз. Және де біздің келесі түсірілімге спонсор болғаныңыз келсе, хабарласыңыздар. Достар, нағашы мен жиеннің дауы әрмен қарай жалғасын табады. Я.